Қайырлы күн, қымбатты достар. Жобамыздың жалғасуына байланысты бүгінгі танысатын еңбегіміз Бәйдібек баба және Төле би деп аталады. Қазақ жерінде біршама дана ақылгөй иелері дүниеге келгені бәрімізге мәлім. Әрқайсысы өз алдына тұнып тұрған бір тарих. Ендеше олар туралы кітаптарымыз сөйлесін. Сәрсенбі Дәуітұлы құрастырған жинақ Бәйдібек баба 2021 жылы жарыққа шықты. Кітапқа Қазбек Бек Тауасарұлы, Мекемтас Мырзахметов, Еркінбек Тұрысов, Нысанбек Төреқұлы және басқа да зерттеуші ғалымдардың ең құнды деген мақалалары, сондай-ақ Сәрсенбі Дәуітұлының біршама мақалалары еніп отыр. Осыған орай Нысанбек Төреқұлының Дана би мақаласына тоқталып өтсек. Бәйдібек Қарашалы 1356-1419 жылдары ғұмыр кешкен қазақтың атақты биі әрі ханы болған. Әкесі Қараша да, балалары Бабыралы, Майқы, Төбей, Кейкі, Бақтияр бәрі өз заманында би, әулие абыз, батыр, хан болып өткен. Бәйдібек атышулы Ақсақ Темірмен замандас, тұстас, қызметтес болған. Өзінің жақын туысы да қазақтың пәлсапашысы Асан Қайғы аталып кеткен дана жырау Асан Сәбитұлымен сырлас мұңдасын. Бәйдібек кезінде кесімді, бітімді, тапқырда шешен сөздерді, нақыл, ақыл, мақал-мәтелдерді көп айтқанға ұқсайды. Олардың кейбірі ұмытылып, кейбірі айтыла-айтыла халықтық мұраға айналып кеткен өте құнды дүниелер. Көпшілігі тіпті ел есінен шығып та қалған. Өйткені Бәйдібек заманынан бері қаншама ғасыр өтті. Десек те, бабамыздың бірлі жарым сөздері, ақыл-нақылдары, шешендік сөздері, мақал-мәтелдері атадан балаға ауысып, бүгінгі күнге де жетті. Солардың бірі жер мәселесі бойынша, қазір сіздерге үзіндісін оқып өтейін. Бірде Бәйдібек би: бұлақ көрсең көзін аш, құдық көрсең шегенде оның басына тал ек дейді екен. Малын өргізіп жайылым іздеген ауылдастарына қыстау қорған салыңдар, оны тастап кетпеңдер. Оған айналып соғып, қыс қыстап, жаз жайлап жүріңдер. Аттың тұяғы жеткен жер бекер қалмасын. Төбе басына оба үйіп, қада қағып, белгі тастап отырыңдар, деп өсиет айтқан. Бәйдібек бабаның осы өсиеті бекер еместі. Бір жолы моңғол ма, жоңғар ма, әйтеуір бір елмен шекараға, мал жайылымына талас туыпты. Сонда екі елдің ел басы, билері орталарынан адам шығарып, шекараны анықтау үшін жолға шығыпты. Мұнау бұлақ кімдікі, мұнау құдықты кім қазған, талды кім отырғызған десе, Бәйдібек ауылының адамдарынікі болып шыға беріпті. Айдан анық, тайға таңба басқандай белгі дәлелдерін көріп, даукес елдердің амалы құрыпты. Көнбеске амалы қанша? Сол Бәйдібек қыстауы, Бәйдібек ауылының жайлауы, Бәйдібек құдығы, Бәйдібек бұлағы, Бәйдібек талы деген жерлерден шекара сызығы тартылып, екі ел шекарасы белгіленіп, жер дауы шешімін тауыпты деседі. Атаның ат тұяғы жеткен жер балаға мирас деген осы екен, достар. Келесі кітабымыз Төле би. Төле би осы Бәйдібек бабамыздың ұрпағы болып келеді. 18 ғасырда өмір сүріп, көзінің тірісінде алты алашқа әділдігі мен аты шыққан әс Төле бидің халқымызға жасаған қыруар қажырлы еңбегін ақындар жырласа, ғалымдар зерттеген. Ол бір өзі ғана емес, қаз дауысты Қазбек би, Әйтеке билермен бірлесе отырып, ел игілігі үшін көп шаруа тындырып, артына мұра қалдырған
үлкен парасат иесі. Оқырмандарға ұсынылып отырған бұл жинаққа Төле бидің халқымыздың тарихындағы алатын орны жан-жақты көрсетілген. Сұлтанғали Садырбаевтың Төле би Әлібек ұлы мақаласынан үзінді оқып өтсек. Төле би Әлібек ұлы 17-18 ғасырдағы көрнекті қоғам қайраткері, ірі тарихи тұлға, шешендік өнердің асқан шебері, бұқара халықтың мұң мүддесін қорғаған әділ би. Сүйінбай сондықтан Төле биді өте жоғары бағалаған. Тәуке хан Төле биді ұлы жүздің аға биі деп санаған. Тәуке ханның атымен аталатын 7 жарғы заңдар жинағының негізгі жобасын жасауға ұлы жүзден Төле би, орта жүзден Қазбек би, кіші жүзден Әйтеке би қатысқаны бәрімізге мәлім. Заң жобасында жер дауы, жесір дауы, мал дауы, күң дауы, алым-салықтың түрлері, ер мен әйелдің некелесу салттары, ру тайпа таңбалары, оның ұрандары, барымтаға тыйым салу, хандар мен сұлтандардың үстемдігін біршама шектеу, билердің басқару рөлін жоғарылату белгіленді. Аталған әдет-ғұрып заңдар жинағы Ташкент қаласының қасындағы Күлтөбе деген жерде 300-дің өкілдерінің қатысуымен бекітілді. 18 ғасырдың 50 жылдарының орта тұсында Төле бидің ықпалын орта жүздің сұлтаны Барақ батырды мойындаған, дейді Шоқан Уәлиханов. Төле би Шымкент, Ташкент, Түркістан қалаларының сәулет өнеріне қамқорлық жасаған. Төле би Әлібек ұлы 1756 жылы Ташкент қаласының қасындағы Ақ Бұран деген жерде 93 жасында қайтыс болған. Денесі Ташкент қаласындағы атақты Бабырдың арғы аталары Юнус хан мазарының қасына қойылған. Күйдірген қызыл кірпіштен 15 метрлік зәулім ескерткіш орнатылған. Төле би мақал-мәтелдері мен шешендік сөздері жинақтарда, жоғары оқу орындарының оқу құралдарында әрдайым жарияланып тұрады. Және сіздер де біздің кітапханамызға келіп, олардың өмірі мен шығармашылықтары мен бізге қалдырған, ұрпақтарына қалдырған нақыл сөздері мен таныса аласыздар. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі эфирімізде асыға күтеміз. Сау болыңыздар.